Бауыржан Момышұлы. Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлы 1910 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында дүниеге келіп, 1982 жылы Алматыда қайтыс болған. Бауыржан Момышұлы соғысқа дейін мұғалім, кейін экономист болып жұмыс істеген. Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург қаласындағы Қаржы академиясында үздік бітірген. Естелік түрінде жазылған өмірбаяндық әдеби шығарма мемуар деп аталады. Әскери тақырыптағы мемуарлық романды, яғни соғыста басынан кешкендерін бірінші болып Бауыржан атамыз жазған. Оның Москва үшін шайқас, генерал Панфилов, бір түннің тарихы, соғыс психологиясы, қанмен жазылған кітап сияқты еңбектерінің бәрі де әскери мемуарлық шығармалар. 2010 жылы Бауыржан атамыздың шығармаларының 30 томдық жинағы жарық көрді. Ол туралы Александр Бектің Волоколамск тасжолы, Жәмила Егембердиеваның Өмірінің өзі дастан, баласы Бақытжан Момышұлының әкесіне арнап жазған бірнеше кітабы, келіні Зейнеп Ахметованың Шуақты күндер, майдандас досы Дмитрий Снегиннің Шабуылда, біздің Бауыржан және басқа да көптеген кітаптар бар.